Күреске түсіп шыққан адам емес, ашуы келгенде өзін өзі басқара алған кісі, күшті кісі. Ораза деген тек ішіп-жеуден сақтану емес, сондай-ақ былапыт, лас, мағынасыз сөздерден аулақ болу. Егер сені біреу-міреу сөгіп жатса, сен оған мен ризамын деп жауап бер. Байлық мал дүниенің көптігімен емес, нәпсі көзінің тоқтығымен өлшенбек. Адамдарды бітістіру үшін арада жүріп өтірік айтқан адам өтірікшілердің қатарына кірмейді. Көршісі аш отырып өзі тамаққа тойып жүретін кісі кәміл мұсылман емес. Нағыз мұсылман кінәмшіл, қарғампаз, боқтампаз даңғой болмайды. Ешкім-ешкімнен артық емес, артықшылық тек қана адал жүріс-тұрысымен, қайыр сахабаты істерінен білінеді. Мағынасыз сөйлейтін сараң, қорқақ адамдар үшін басқа жаман қасиеттер екінші орында. Кішіге мейірімі, шапағаты, үлкенге ізет құрметі жоқ адам біздің адам емес. Өсекші, арыз қой, бақсы, балгер дегендер менен емес, мен де олардан емеспін.